12 статья написано, коллективный договор от 2011 года. Коллективный договор заключен срок на 3 года и вступает в силу после прохождения мониторинга на очень. Екінші коллективный көрсеңізші, срогі қандай? Қара, алып қойыңызшы, срогі қандай көрейікші. Қараңыз, тұра тұрыңыз. Мәселе мынандай, нарушение қалай жүріп жатыр да, қараңыз. Тұра тұрыңыз, қараңыз. 15-ші жылда заң шығады. Біреу болсын деген да. 13-ші жылы. Срок қандай бана 13-ші жылы коллективный договор? Айтыңызшы, сұраңызшы қазір. Кім оны? Коллективный номер Атшыбаевпен жазған, 2013-тен біздің коллективный номер 2 дейтін бар. Данный коллективный номер 2 дейді, коллектив. Заключен срок на 3 года дейді. С возможностью. Қараңыз, енді қараңыз. Қараңыз. Это номер 2. Жігіттер, обсуждать етейікші, қараңызшы. 3 жылдан кейін 16 жыл болды. 3 жылдан кейін 16 жыл болды. Действует коллективный договор біреу да, екеу. 19 жылға, манауы 11 жылға, бессрочный кетіп жатыр. 16 жыл анан күші жойылу керек. Неге жойылмады? 13 жылғының. Ана бессрочный. Автоматически деген кезде бәрібір екі жақ қол қояды ғой, біреу қол қойып жүрмейді ғой. По-любому қол қойған адам уже заң шеңберінен шығып кетті деген сөз да. Ол деген коллективный договор бар екен біле тұра, ананы қол қоймау керек еді продление да. Или профсоюз қол қоя берсін, работодатель айту керек еді, заң деген солай не позволяет, я не могу продлить деп айтылу керек еді да. Қол қойылады, солай емес пе? Қол қойылады, қол қойылды, значит извини меня ғой. Заң бұзды деген белшесінен басты деген сөз да. Жестко ғой, қазына попадать етіп отыр еще. Бір-біріміз танымыз ғой да бәріміз. Таныстырып өтейік, енді бар. Кеше Төлек Кабаевичтен кездесті ғой. Мен оның орынбасарымын, Мұртбеков Мұрат. Деміз сол. Төлек Кабаевич командировкаға кетті. Қайда кетті командировкаға? Су тасқын болатын жаққа ма? Деміз сол. Не usuz? Төраға орынбасарым. Құрылымдық шарт жойылды деп осы 19 жылы жаңағындай ликвидация профсоюзы кәсіподақ күші жойылған деп соған енді осындай 5 жыл өтті. Соған енді жаңағындай қалай ол жойылады деген жаңағындай еңбек кодексінде 28 тармағында мекеме банкрот болған жағдайда ол шарт жойылады деп. Соған жұмысшылар түсінбей, или басшылар түсінбей жүр ма деп министрліктер сарбаздың хатына сүйеніп отыр. Кеше Ақтауда Нұрбол Абылаевич айтқан шешім не болды жаңағы шешім? Инспекцияның бастығы. Ол шешім емес. Сарбаздың хаты ол шешім емес. Сарбаз енді қай заңға сүйеніп отыр, соған жазған. Солда біз кеше министрлікке келгенбіз, сол қазмайымызға соғып кетейік. Не айта аттап кетпейік, ертең күні бізде айтатын уәжіміз бар еді деп кеше соққанбыз. Енді өкінішке орай сарбаз жаңа суға кеткендерге көмектесіп жатыр деймін, сондай полномочия бар ма сіздерге кеше? Маған шесть болып кетті ма қазір министрлікте. Соны жаңағы Оспанқұл Төлегенмен кездескенбіз, бәрін айтқанбыз. Сол жаңағы 377 деген статья сүйенген екен Гражданский кодекс. Бұл жерде ешқандай
кәсіподақ та жоқ, ұжымдық шарт та жоқ. Білмеймін қай заңға, или министерство өтірік айта ма, или жұмысшылар өтірік айта ма, біз ақпарат шеше алмадық. Ал біздің юристімізден ол кәдімгі сол сүйеніп отыр. Кеше инспекция тұрғыда ол шешілмес депті. Қалай түсінбей жүрді да. Мәселе ұжымдық шартта болды сол. Ұжымдық шарт қалай жойылады? Түсінікті, ол енді мәселені білеміз, енді біз қарадық бірінші рет. Енді сізге уже бірінші рет хаттарды жібердік. Ахмадиевичтің қолынан қойған сол. Сондықтан біздің нақты ұстанымымыз сол хаттарда жазған 177-ші бапқа. 100 ба? 300, иә. 377-ші баптың азаматтық кодексіне сүйеніп отырмыз. Біз сол бүйтшіне айтамыз. Демекші, мынау енді ұжымдық шартты біз қарадық сізде. Оның сұрау қандай, пролонгация деген де сол соңында қарадық. Қай пунктіне сүйенесіз? Бірінші. 177-ші баптың бірінші пункті таратылған заңды тұлғаның міндеттемесі орындалған бірінен басқа заңды тұлғаға жүктеген жағдайлардан басқа реттерде міндеттеме заңды тұлға таратылғанда тоқтатылады. Ұжымдық шарт сіз жоқ, ұжымдық шарт болмайды ол. Өйткені осы жерде Жалпы айтып Гражданский кодекске неге секіріп кеттіңіз? Трудовой спор, трудовой кодекстің шешімі сізге гражданский кодекске жоқ, енді қараңыз, сізде мынау бұл сұраққа вообще позиция кезектесіп жөншіктер, кезектесіп. жәдігер. Енді қараңыздар, сізде сіздің позицияны біз тоже білеміз қандай. Иә? Сіз анау еңбек кодексін сүйеніп, мынау ликвидация предприятия, юрлица, сонда ғана ұжымшарт Сіз онда ұжымдық шарт ол кәсіподақтың документі деп осы жерде жазылып тұр. Сонда енді егер енді айтатын не? Егер сіз келіссеңіз, бұл сұрақты давайте сотта қаралып, Сторонами коллективного договора являются работодатель и работники, лица, представители, уполномоченных в установленном порядке. Мына жерде кәсіподақ деп жазып тұрған жоқ. Нақты работодатель и работники деп. Представитель профсоюза. Енді ол лица представители деп тұр ғой. Ол работодатель и работники деп тұр. Егер де біздің профсоюз болмаса, біздер өзіміз боламыз. Біз профсоюз болса, соған жүктеп отыр, біздің атымыздан сөйлейді. Профсоюз қол қойды ол. Енді ол қандай қатысы бар? Ол профсоюздің документі емес. жоқ, мысалы, ал профсоюз в 2018 году, да, ликвидировался? 19 году, да? Сонда ликвидация болғанда, анау ұжымдық шартқа уже жұмысшылардың арасынан кім қолды қойды деп көшеді? Екінші жақ кім болады? Біз ол жерде болады. Сторонами кто является ғой әңгіме? Ұжымдық шарттың тараптары кімдер? Жұмыс беруші и жұмысшылар. Дұрыс қой? А кәсіподақтың не қатысы бар? Жұмысшылардың атынан ғой. Хорошо, уполномоченный келген кезде кәсіподақ Қол қояды деген. Қол қояды. Уәкілі кәсіподақ болмаса өкілдер қол қояды. Солай ғой. Сонымен бұл сұраққа енді қараңыз. Ұжымдық шарттың жасалу несі тәртібі бәрі қайда көрсетеді? Азаматтық кодексте бар ма? Ұжымдық шарт осындай жұмыс шартта мынандай неден пункттер болу керек. Ұжымдық шарт былай болу азаматтық кодекстерінде бар. Ұжымдық шарты ол еңбек кодексінде қаралған ғой. Шарттың бір түрі ғой. Ненің бір түрі? Ұжым шарты. Ненің бір түрі? Шарттардың бір түрі ғой. Шарттардың ба, шарттың ба? Шарттың. Енді шарттардың еді азаматтық кодекс ол бүкіл жалпы шарттардың нелерді. Жақсы, еңбек қатынасы қандай заңдар реттеледі? Уголовный кодекстер ба?
ол АПК-мен бар, еңбек кодекспен және еңбек кодексімен. нормативно правовых другими вещами. Енді еңбек қатынастары реттеледі еңбек кодексімен ба? Келісесіз ғой? Енді ұжымдық шарттың жасалу тәртібі бәрі тек қана еңбек кодексінде көрсетілген, иә? Солай ғой. А онда азаматтық кодексіне қатысы бар ғой. Себебі еңбек кодексінде бәрі реттеулі тұр ғой. Егер түсінер едім, егер еңбек кодексінде реттелмесе, ұжымдық шарттың кейбір нюанста, ондай азаматтық кодекске шығуға болады да. Сіздің айтқыңыз келіп отқаны, екі юридический лицоның договорда мысалға, екі заң тұлға бір мемлекетте біреу ликвидация кеткені, ана договор күшін жойып. Договор жайлы әңгіме жоқ. Жоқ, уже обязательство деп тұр. Міндетті ғой бұл дейді жұмыстар. Обязательство прекращается дейді. Ол жерде енді жаңа айтып отқаныңыз профсоюз обязательство бар ғой. Хорошо. Коллективный договордағы профсоюздің обязательствосын алып тастайық, былай қарай да. Сол обязательство тоқтатылса профсоюзында жұмысшыларға қандай да болмасын кедергі келтіре ма коллективный договордың ары қарай жұмыс жасай беруі? Айтып отырсыз ма, гражданский кодекс бойынша обязательство тоқтатылады деп отырсыз, да? Тоқтатылды, хорошо, скажем, тоқтатылды, обязательство останавливается, но не со стороны работодателя тоқтат деп әңгіме айтылмаған. Уже тек со стороны, кто там ликвидируется, да? Убрали, хорошо, ол положение алып тастадық. Енді қандай да болмасын сол алып тастаған положение жұмысшыға или жұмыс берушіге әсер етеді ме сол жерде? Әсер етмейтін болса, еңбек кодексінде айтылғанда 157 статья болу керек, те. Қандай да болмасын положение, егер де жұмысшының жаңағы условиясына еңбек кодексіне қарағанда кемсітетін болса, ол положение пайдаланбайды деп тұр да, и пайдалануға жатпайды деп тұр да. А в целом ары қарай коллективный договор жұмыс жасай береді да. Ол жерде жаңағы нәрсе жоқ. Былай айтқанда. Енді сол себептен білмеймін, ол сіз жаңағы не істеп жатқан нәрсе, ссылка жасап жатқан нәрсе, ол никак мына жерде ликвидацияға неге ешқандай орын жоқ та, айтатында. Қазіргі таңда мынау ұжым шарт бар ма вообще? Жоқ. Сол организация оқығанда. Не бар ма? Ұжым шарты бар ма? Екі ұжымдық шарт бар. Екеуде қазіргі таңда біреу бар. Екеуде бар. Екеуде инспекция труда Маңғыстау облысында тіркелген. Енді қараңыз, ол мониторингтен алып тастау үшін ол манағы еңбек кодексінде көрсетілген мекеме ликвидация кету керек, и бүткіл жұмысшылар неден шығып кету керек. Трудовой договор прекращен болу керек. Мына отырғандардың бәрі бұрынғы профсоюздің мүшелері да. Ол жерде ешкіммен не істелген жоқ. Трудовой договор расторгация етілген жоқ. Бір екінші манағы мәселе бойынша егерде представитель кететін болса, оларға коллективный договордың нормасы таратылмайтын болса, іштегі екінші коллективный договорды тарататын болса, жұмыс беруші хабарлау керек еді, міндетіне жатады. Новый положение болатын болса, новый коллективный договор болатын болса, өздерінен бөлек. Ол нәрсе айтылмады да. Осы айтылмағаннан кейін, значит, ол әлгінге дейін действует деген сөз да. Ол хабарлау керек қой жұмыс беруші. Егер де қандай да болмаса изменение болатын болса, солай емес пе? Өйткені заңды сөйтіп алып тұр да, мен ойлап тапқан жоқпын да оны да. Ол хабарлама жұмыс берушімен болмағаннан кейін, ол жерде білмеймін, ешқандай бір жойылды деп айтудың нәрсесі жоқ та. Письмо, может, кому-то жазылған шығар, может, Самбаттың өзіне, там бір-екі адамға это, но не означает, что бүткіл государство мүшелеріне хабарланды деп та. Ол жерде административный кодекс бар да, 97-ның үшінде айтылған. Коллективный договордағы алынған міндеттемелерді орындамау тоже влечет да наказание да, 4 мәрте мысалға. Егер жоқ деп айтатын болсаңыз, сіз деген сол ішіндегі міндеттемеден бас тартып отырған деп саналып, оған мер принимать ету керек болады да, былай айтқанда да. Білмеймін, ол жерде сіз қандай нормаға ссылаться етіп, коллективный договордың күші жойылды, анау 370 деген вообще түсінемін, ана алып тастаң обязательство профсоюза да, бұл вообще коллективный договорда болмау керек нәрсе ғой. Түсіп қалғаннан ол жерде коллективный договорға ешқандай влиять етпейді да. Сосын представитель работников, не только профсоюз, сол мүшелер жиналып, өздерінің представительдерін шығарылады да, просто жиналыс жасап та. Представитель, кто является деп тұр, профсоюз или выборный жаңағы представитель деп тұр да, жұмысшылар жиналыс жасап спокойно істей алады да. Ол жерде жұмыс беруші айту керек еді да, ликвидация кетуіне байланысты, давай маған представитель беріңіз, ана адамның орнын жабық или новый профсоюз алып келіңіз деу керек еді да. Онда нәрсе істелінген жоқ. Өйткені білмеймін, заңда бәрі қарастырылған ғой, по полочкаға не істеу керек, қалай істеу керек. Егер де сол процедуралар бәрі өтіп, не істеп істелінген болса, айтуға болатын еді да. Но бір какой-то бір письмоға, который вице-министр считает, что былай-былай деген, ол білмеймін. Жаңа ойлап едім, негізі вице-министрмен кездессек сұрайды деп те өзінен да. Кешірерсіз бізді деп те, қай нормаға ссылаться етіп әрекет етсеңіз деп те, ол жерде деген
әркім өзінің ойын жазатын орын емес қой мынау да, былай қарап отырсақ та, солай емес па? Норма бар, соған конкретно ссылка жасап айту керек. Міне осы нормаға байланысты осылай болады, солай істейміз деп та. А гражданский кодекс айтып отырмын, проблем нет, алып тастайық положениені, обязательствоны да, профсоюзный. Но данный пункт не освобождает работодателя от своей обязанности, да, сол жерде қол қойылған да. Ол жаңағы келген ненің орнына келе берді ғой, жаңағы обязательство да. Сол жерде басшының бар соған да, автоматты. Сіздердің позицияңыз түсінікті, кешегі естідік. Осы мәселені бір түсіндіріп кетуге мекеменің басшылығына өтіп қандай жағдай? Пожалуйста. Ассалаумағалейкум әріптестер, қайырлы күн. Есім Нұрболат Ділмағамбет, ОКК генеральный директоры. Енді мына 2011 жылдың ұжымдық шарты бойынша сұрақ көтеріліп жатыр сіздің тарапыңыздан бірінші айдан бері. Жеке өзіме де былай хатта жазып жатсыңыз. Кеше осы 9 сәуір күні Қамқорлығының төрағасы Көптеуов Жанболаттың артынан еңбек инспекциясына сол мәселе шешіп беруіңізді сұраймыз деп арыз түскен болатын. Соның кеше біздерге таныстырып предписание берген болатын. Я сіз айтып отырсыз, ұжымдық шарттың күші жойылған жөнінде мысалға жұмысшыларға хабарлама берілмеді деп. Енді міне қазір предписаниені беріп жатыр. Енді мен өз тарапымнан сол қанағаттан сол күші жойылған деген жөніндегі сол предписаниемнің жазылған бойынша хабарлама жасалмаған деп берді. Соны қазір хабарлама жасалып жатыр жұмысшылардың арасында. 2018 жылы или қашан жаңа хабарлау керек еді. Оны мен қазір айта алмаймын. Неге сол кезде хабарланбады? Мен қазір енді сол үшін маған предписание беріп отыр. Хабарланған жоқ кезінде. Сен қазір орындау керексің деп предписание берді. Мерзімін қойып қойды. Егер сен сол кезде неге сол кезде отырған басшылық дейін ба или ОКК администрациясы дейінші общем хабарлама бермеген болған болса енді оны қарау керек оны. Неге? Қандай себеп болды? Енді арада қанша 5 жылдың үстінде уақыт өтіп отыр енді оны қазір баратын орган ба не мекеме? СБ-мен келіп акт жазам, қол қой деп. Кім ол СБ деген? Бұл жерде тапсырма бойынша әркім өзінің жұмысын жасап жатыр. Ортада жиналыс кеше жұмысшылар маған да соғып отыр, айтады, сен неге өзің келіп неге неге қашаннан бері сіздер бар басшылар болып объектті аралап жиналыс ашысыңдар? Неге общий жинап айтпайсың, осында бізге предписание келіп жатыр, мынандай деп неге айтпайды? Мен жиналыс жасаудан қашып отқан жоқпын. Өзің көріп отырсың ғой, бәрі өзіңізбен бірге осында жүрмін жиналыста. Мен барам ертең. Общий жаңа обедтің кезінде жаңа жинап айтам. Но енді қазір сіздің обедтің кезінде уақытыңызда шектеулі болғасын, мен тапсырманы бердім. По объекттан барып жасай бердім. Келгесін мен общий жасайын. Ол и так жоспарымда бар. Ол акт жаз деп айттыңыз ба, тапсырма бердіңіз ба? Акт болған кезде. Қарашы, келіп қыз не жайлы жүріп жатыр? Предписание көрсетіңізші, сіз не қалай таныстырып жатсыз көрейікші заң аясында, не істеп жатсыз? Көруге болады ма? Сіз айтып отырсыз ғой жаңа мекеме предписание беріп, міндетті түрде, мәжбүрлі түрде коллективный договорға присоединение жасатқан емес пе, қалай түсінбей жатыр да? Жаңағы Жәке сен өзің де қозғадың да, мына жерде сұрақты да, күшін жойған жөнінде неге жұмысшылар таныстырылмады деді да. Жаңа айттық қой, кешегі сіздің арызыңыздың негізінде жоспардан тыс тексеру жүргізілді инспекция труда. Соның нәтижесі бойынша таныстырылмаған деп шешімге келді да, сол ұжымдық шарттың күші жойылғандығы жөнінде жұмысшыларды таныстырылсын деп предписание берді, нұсқама берді инспекция труда. Сол инспекция труданың нұсқамасы негізінде жұмыс беруші, жаңа сіз айтсыз ғой, жұмысшылар неге таныстырмады, өзіңізге сұрақ қойып отырсыз да, сол бойынша жұмыс беруші тарапынан жұмысшыларды ұжымдық шарт қабылданған ұжымдық шартты күшін жойылған жөнінде таныстырма жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда. Енді сіз предписание алдыңыз ғой, коллективный договор күшін жойды. Енді бүткіл міндеттеменің мойнынан алып тастап отырсыңдар ғой. Коллективный договордағы да? Енді ары қарай действияларың не? Действия қандай? Коллективный договор бар ғой? Ішінде қарайған міндеттеме бар ма жұмыс берушінің? Мойындарыңыз алып тастап отырсыңдар ғой да? Ұжымдық шартпен күші жойылғандығы жөнінде. Сол ғой енді, енді мойнынан алып тастап отырсыңдар ғой бүткіл міндеттемелеріңізді жұмысшылардың алдында. Енді ары қарай действия қандай? Жаңа сіз айтқандай, кімді профсоюзда міндетін алып тастаңыз дейсіз ғой?
жаңағы ұжымдық шарттан алып тастаңыз деп отырсыз. Бұл себепті қалай алынды? Басқа тарап енді бір тараптың несі міндеттемесі болмаса, екінші тарап міндеттемесін қалай орындайды сол тараптың алдында? Қалай орындамайды? Қалай орындайды? Профсоюздің алдында қалай орындайды? Түрде көрсетіңізші. Мына ішінде орындайды. жұмысшы мен жұмыс берушіден басқаның міндеті бар ма? Көрсетші мына. Енді айтайын. Көрсетші мына ішінде. Оны емес, мынаның ішінде айтпаңыз. Сіз ұжымдық шартты айтыңыз. ұжымдық шартта бар ма? Ұжымдық шарттың ішінде, мына ішінде ұжымдық шарттың ішінде жоқ па? Жоқ, қазіргі таңда талқыланып жатқан, қазіргі уақытта талқыланып жатқан мына ұжымдық шарт. Ұжымдық шарттың, яғни инспекция не айтып отыр? Ол айтып отыр. күші жойылды деп отыр. Ол айтып отыр. Кәсіподақтың міндеті тоқтатылды деп отыр. Кәсіподақтың міндеті деп отыр. Күші кәсіподақтың міндеті тоқтатылғандықтан, ликвидация болғандықтан ұжымдық шарт күші жойылды деп отыр. Хорошо енді. Инспекция айта ма? Сөйтіп айтып отыр. Хорошо енді ол жаңағы сот қақпаның анау мынау деп отыр. Хорошо енді сонымен сіз инспекцияның несімен коллективный договордың күшін жойып отырсыңдар ғой. Біз предписание орындап отырмық. Онда Предписание орындап отырмық. онда енді коллективный договор жоқ. Негізінде шығарған предписание орындап отырмық. Коллективный договор жоқ қой енді да, но сол болып тұр ма? Иә. Енді жұмысшылар не істесін ары қарай? Коллективный договор қайтып ұсыныс берсін ба сізге? Или сіз қайтып ұсыныс бересіз ба? Бізде коллективный договор бар еді, біз осыған қосылуға сізге ұсыныс береміз дейін деп отырсыз ба? Ұсыныс беретін біз емес. Жұмыс беруші ұсыныс бермейді. Ештеңе істемейсіз ба? Жоқ, бұл жерде былай айтайын. Бүгінгі таңда ұжымда действующий коллективный договор бар. Ол кімге действующий? 2013 жылы қабылданған. Енді Действующий коллективный договор бар. ал Өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасы еңбек кодексінде жазылған ұжымда бір шарт, ұжымдық шарт күші болады деп. Қазіргі таңда бар ұжымдық шарт. таныстырдыңыз ба соны жұмысшылармен? Жұмысшылармен өзіңіз білесіз, Нұреке, ұжымдық шарт жұмысшылардың атынан қабылданады да. Кімнің атынан қол қойылады, соған таратылады. Кім қосылады оған? Кім қосылады? Енді сіз енді бүгінгі таңда, енді қараңыз Нұреке, бүгінгі таңға дейін бұл вопрос көтерілген жоқ. Дұрыс па? Ұжымдық шартқа қосылу жөнінде немесе жаңағы басқа да мәселе бойынша бұл таңда көтерілген жоқ. көтерілді ғой, письмо жіберілді ғой, кәсіподақпен. Енді кәсіподақпен жауап бердіңіз оған, прекрасно. Кеше айттық, қараған шығар письмоларды. Нұреке, ол берген письмоларыңыз, қосылу жөнінде берген письмоңыз, ол инспекция трудада отырған кезде де, мәселе қозғалған кезде қосылу жөнінде сонда сұрақ қойылды, қай кәсіподаққа сіздің тарапыңыздан. Сонда сіз айттыңыз, мына ұжымдық шарт бойынша дедіңіз. Осы ұжымдық шартқа қосылу дедіңіз. Одан кейін мәселе көтерілді, жаңа ұжымдық шарттың күші. Енді қазір біліп отырық қой, ол кезде инспекцияның өзі де білген жоқ та. Оның қазір өзі айтып отыр ғой. Ол разберемся, ол Нұрболмен да. Еще министерствомен надо будет разберемся да, оны кім құйтырқы істеп жатқанын да. Ол енді екінші вопрос қой. Қазіргі енді моментте не ұсынасыз? Жұмысшыларға ұсынасыз ба мына действующий коллективный договорға қосылу мәселесі, тағы бір мәселе? Қазіргі таңда бүгін қаралып жатқандықтан бұл сразу жұмыс беруші тарапынан осындай ұсыныс болады, мынандай ұсыныс болады деп айтылған. Себебі бұл отырған жоқ қой директор. Қосымша қаралуға уақыт. Не уақыт керек? Жұмыс беруші міндетті ме? Коллективный договор бар екенін хабарлауға? Қазір мекемеде жаңа айтып кеткендей Нұржан бір действующий колдоговор бар. Оған ішінде колдоговорда көрсетілгендей қосылу жаңағы кіру ішіне механизм жазылған. Кез келген ОК-ның жұмыскері қосылғысы келсе ішінде соның ішінде профсоюзға арыз жазу арқылы 1-4 пункт бойынша көрсетіліп тұр. Енді қараңыз мына жерде да, мына колдоговордың ішінде жаңағы соцпакет бар, оплата труда бар да. Қасымда күшін жойып уведомление бердіңіз ғой, автоматически тоқтатылды да. Енді беріп отырсыз ғой, тоқтатылды. Енді қалай ертең жұмысшыларға төлейін деп отырсың ғой? Основание қандай? Мына мен алып жүрді да. Енді қалай төлейін деп отырсыз қазір? Мына ішіндегі бүткіл гарантияны. Осыған дейін де осы мысалға да күші жойылып деп отыр ғой 2011 жылы деп сондай шешімге келіп жатыр. Енді хабарлап отырсыз жұмысшыларға. Иә. Барлық осыған дейін көмек берілген әлеуметтік пакет. Осы компанияда бекітілген правила соцподдержки деген бар. Біздің уполномоченный орган наблюдательный советпен бекітілген. Бұл барлық жұмыскерлерге өзінің несін табыс. Сізде сонда екі оплата труда бар ма мекемеде? Жоқ. Енді қарай, сіз қазір жұмысшыларға, значит, іштегі положениемен төлейін деп отырсыз, бекітілген жаңағы да?
ана кәсіподақтың өзінің коллективный договоры олар өздерінің есімімен төлене ме или қалай? Сосын да ана жұмысшыларға беріп жатқан нәрсені мына жұмысшыларға бермейін деп отырсыз, бірақ өзіңіздің негізбен істеген нәрсені таратайын деп отырсыз ба тек? Или қалай ойланып отыр? Осы мен мәселені түсінбей отырмын да. Уполномоченный органмен бекіткен документ, ол мысалы менде де профсоюзда жоқ, сол сияқты ол любой жұмыскерге осы компанияның жүреді. Коллективный трудовой кодекс бар да, ішінде көрсетілген да, қалай кімге не жүретін да. Уполномоченный орган деген нәрсе жоқ, акт работатель деген бар да. Ол сіздің акт работатель болып келеді да. Егер де ол нәрсе ол жұмысшыға жүретін болса, сіз оны хабарлау керексіз да. Егер сізде коллективный договор болатын болса, онымен сіз жұмысшылар таныстыру керексіз да. Акт работодатель деген не? Мысалға ол коллективный договор емес. Уполномоченный органмен бекітілген құжат бар дедің ғой да. Уполномоченный орган деген сіз айтайын деп отырсыз, мен документім емес, анаяқтан біреу бекіткен еді, соны жоқ. Уполномоченный акт работатель деп айтыңызшы өзіңіздің документіңіз. Ереже бекітілді ғой. Сол ереже бойынша мен акт работодатель деген зат бұл мекеменің бірінші басшының шығарған бұйрығы. Осындай әлеуметтік төленсін или жіберілсін. Ол акт работодатель тек. Мен түсініп отырмын. Сіз ереже емес қой. Менің де бұйрығым акт работодатель болып саналады. Сіз сонымен төлейін деп отырсыз ғой жұмысшыларға да. Келіп осыған дейін гарантированно. Жоқ, осыған дейін міне мынамен төленіп келді. Өткен уведомление сіз бүгін беріп жатсыз да. Осымен төленіп келді оған дейін да. Мен сізге айтайын да. Уведомление енді беріп жатсыңдар, солай емес пе? Значит, осымен төленіп кетті деген сөз да. Ол кеше тек письмоға байланысты ликвидацияға кетті. Оған не ликвидация кеткен жоқ. Енді келіп жатыр письмо. Енді кетті. Не басталды осы жерден бастап та. Енді қараңыз. Жұмыс беруші егер де өзінде коллективный договор бар болса, жұмысшыны уведомлять ету керек та. Коллективный договор бар екенін да. А бірақ сіз айтып отырсыз, мен положениемен төлеймін дейді. Сонда қалай? Біреуге коллективный договормен төлейсіз, біреуге өзіңіз положениемен төлейсіз ба? Дискриминация емес пе мына жерде? Сізге айту керек емес пе? Бізде коллективный договор бар. Міне танысыңыз деп та. Осымен де дискриминация, ешқандай дискриминация. Неге? Кешегі. Ол коллективный договор жоқ болса, акт работодатель жүреді. Коллективный договор болатын болса, коллективный договорын төлемеймін ба? Жоқ, олар бірдей ғой айтып жатыр. Жоқ, бірдей бола берсін. Коллективный договор тұрғанда сонда не? Коллективный договор тек қана қосылған қол договорға. Енді қара, коллективный договор болса мен жұмысқа қараңыз, при приеме на работу да, білесіз ғой кодексі да, работодатель міндетті ме айтуға жұмысшыға, бізде коллективный договор қосыласың ба, қосылмайсың ба деп. Ұсыну керек па, ұсыну керек емес па? Енді әңгіме солай болып тұр ғой. Мынау кіші жойылды. Мынау как вновь принятый работник сияқты болып тұр ғой, өзіне кеткеннен кейін. Ол енді айту керек емес па? Мынау кетті, бізде бірақ тағы екінші қол договор бар. Келесің ба, кірмейсің ба деген ұсыныс болу керек па? Ну енді келесі енді ол. Ну енді ме, или конкретно болу керек па? Олар уведомление жоқ, той тұрыңыз, сіз мына ішінде қараған гарантия бар. Работник имеет полное право объявить трудовой спор да, өйткені жұмыс беруші мойнындағы міндеттемесін ана письмоға сүйеніп алып тастап жатыр. Бірақ өзінде тұрған екінші қол договор бойынша ұсыныс беріп жатқан жоқ, қосыласың ба деп та. Қалай түсінуге болады? Міндетті ме, міндетті емес мына жерде ұсынуға? Сізде қол договор бар ма? Екінші. Жоқ, қасымда. Нарушение да нарушением жатыр да? Дискриминация, да? Біреуге коллективный договор. Менің инспекция, еңбек инспекциясының предписаниясын орындайын деп қайтадан нарушение жасап жатыр да. Түсіндіңіз бе? Жоқ, оларға енді тыңдаңыз, тоқтап тұрыңыз. Бір мекемеде бірнеше кәсіподақ болуы мүмкін, иә? Солай. Бірақ айлық есептеу жүйесі біреу жүйе біреу болады. Енді бұларда қазір екеу. Біреу. Заңды ма заңсыз ба? Қалай біреу? Біреу актімен деп отырсыз ғой, екінші ұжымдық шартпен. Екеуі бірдей ме айтпақшы? Ана ұжымдық шарт екіншімен мынау бірдей ме? Солай айтыңызшы. Бірдей. Точно ма? Бірдей. Бірдей. Дәл сол төлемдер сақталып жатыр. Сіз айтып отырсыз, сіз сақталу керек деген қай заңға сүйеніп айтып отырсыз? Например, письмо жазып отыр уведомлениеде. Қай заңға сүйеніп? Жұмыс беруші өзі сақталады деп. Жаңағы беріп отыр. 23-тің 2-сінің 6-сын оқыш, не жазып тұр? Таныстыру керек деп тұрған жоқ па акт работодателя? Жаңа айтып отқан положение бар деп отырсыз ғой, неге таныстырмайсыз жұмысшыларға? Міндетсіз ба? Яғни предписание беру керек па тағы да? Жоқ, ликвидация беру үшін 5 жыл жүрдіңдер да, пока предписание бермегенше. Мен айтайын, бұл вопрос қашан көтерілді? Түсінсізге отырып та. Жоқ, неге? Қашан көтерілді, одан кейін қарақшына, 60 пункт бойынша да, 23-дің 6-сын, 2-сінің 6-сын ашып қойып отырмын бер жағында, мына бетте. Не жазып тұр, оқыңызшы. Так, основные права и обязанности работодателя. Так, 6 пункт. Знакомить работника с коллективным договором, соглашением о работе согласительной комиссии при наличии, правилами трудового распорядка, иными актами работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе, в том числе функции работника,
И в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими актами работодателя, лично или путем направления их посредством курьерской почты связи, почтовой связи, факсимиль, ну это все методы. Енді қараңыз, айтып отыр, қолдау көріп жойылды деп та. Енді ақшаны қалай төлейсің дегенде айтып отыр, бізде положение бар дейді да, іште да, набөл сайтын бекітілген, сонымен төлейміз дейді да. Енді соны таныстыруға міндетті ме? Осы пункт бойынша? Міндетті ғой да. Неге ол каждый затты жеке-жеке істейді да? Заңда жазып отыр, иә. Міндетті ғой. Енді қараш бір нәрсе айтайын да. Қазір күші жойылды деді ғой. Қаламқас тұрып қалса кім жауап береді? Қаламқас жұмыс тұрып қалса. Жоқ, қалай мәселеге қатысы жоқ. Сіз жауап бересіз ба? Кеше 5 жыл отырғанда кім жауап берді? Ешкім жауап берген жоқ. Мәселе, қараңыз, машина гарантия жұмысшыларында. Тоқтатып жатыр да. Тоқтатып жатыр да. Енді неге сразу айтпайды да, жігіттер, мына тоқтатып жатыр. Міне бізде положение бар. Осымен төлейміз, міне, танысып қойың деп та. Бір жерде түсіп қаламыз жұмыс берушінің. Нұреке, қазір жаңа Нұржан айтқандай мен хабарлама. Естідіңіз ғой не айтып отқанын? Акт қол қойып отыр деді да, таныспаған адамға дейді да. Не айтқа барып отыр, қалай ойлайсыз? Енді қарашы, мына нәрсе Жаңа Нұржан айтып отыр ғой, хабарламаның ішінде мен барлық төлемдер сақталады деп жазып отырмын. Иә, сіз директор бермеу керек деп отырсыз, хорошо. Мен енді қазіргі бірінші тапсырмам жаңа күші жойылған жөнінде уведомление, бірақ ішіне қостырдым өзім кеше. Барлық төлемдер жұмыскерлерге сол күйінде сақталады деп. Енді мына ішкі біздің акт работодатель болсын, жаңағы ережелеріміз болсын, бекітілген уполномоченный таныстыру керек болса таныстырамыз. Ол бүгінге дейін мәселе болған жоқ қой. Міндетсіз ол таныстыру керек болса деп отырсыз ғой. Сіз міндетіңіз жетеді, оны сізге юристіңіз айтпаған болып тұр міндетіңіз екенін де. Оған сіз енді қараңыз. Мына қарашы, мына жоқ тыңдашы. Тоқтайды, таныстырғанша уақытта қараңыз. Бүгін сіздер бәріне қол қойдырып жатсыздар да, мынау күшін жойып деп те. Жігіттер мына жақта жүр. Не істеп отқанын білесіздер ме? Қазір тыңда. Мыналар ана жақтағы жігіттер мынаны түсінді, ұжымдық шарт, уже ішіндегілер бәрі жоқ, бәрі жиынды біз не істейміз дейді. Паниковать етіп жатыр. Ана жақтікі бірдеңе болса сіздер жауап бересіздер ме? Соны қарамайсыздар ма? Не істеп отқандарын білесіздер ме? Дәл осы жағдай білесіздер ғой. 13 жыл болды ғой. Біздер дейді примирительный комиссияда отырғанда Қазмұнайгаз тапсырмасымен екінші кәсіподақты құрып жіберді. Мына МСОТ дейтін новый система апылап тұруда. Сонымен 120 мың, 150 мың алып жүргендерге 250 мың айлық беріп екінші кәсіподаққа кіргендерге. Ақаянды от, міне екінші кәсіподаққа кірсеңдер, айлық жалақы мынандай болады деген кезде біреулер кірді, солардың айлығы еще дискриминация соларға сол айлықты төлеп, сол уақытта заводстық отырып қалды жұмысшылар. Дәл сол затты сіздер қайталап отырсыздар да, бастарын жоқ, мыналар бастарын ұтып тұржандар да, сол затты бұлар жасап отырсыздар сіздер. Сіздер құйтта шыдаулары келеді ғой мына жігіттермен. Бұларды не үшін жіберді жігіттер? Ана жаққа барып шешіп берін дейді да, мына жақта келісім жасап, сосын барып жігіттерге түсіндіру керек еді ғой. Мыналар мына жаққа келіп, дәл сондай зат 13-ті тап қазір қайталап отырсыңдар да. Ертең күні кім бар басымен жауап береді? Бір неден, бір заңсыздықта, екінші заңсыздықта жасап отырсыңдар да. Біз мынамен вообще келісіп отқан жоқпыз күшін жойған жөнінде да. Біз кеше айттық, консенсуске керек керек па, осы жерден протокол толтырайық, бір шешімге келіп кетейік деп едік. Ауылға бар деген әңгіме жоқ мына жерде. Осы жерден шешеміз, или біз мынаған келіспейміз ана шешіммен да. Келіспесеңіздер, сіздерге механизмін айтып ары қарай сотқа. Қандай механизм? Ол сіздің ұсынысыңыз ғой. Біз жұмысшылардың действиесін күтеміз да, не айтатынын да, әңгіме суда да. Сосын ертең айтпаңыз, мына жерде келіп шешіп кетуге болатын еді ғой, анау мынау ғой деген әңгіме да. Біз сол үшін осы жерден бір конструктивный диалогқа келейік деп отырмыз. Неше мүше бар? Неше мүше керек сізге? Жалпы сұрақ. Баршылық. Не үшін ол сізге? Нешесі мүше? Ол өзінің баршылық. Міндетіміз ба сізге айтуға не? Коллективтің. Жоқ, біз айтуға міндеттіміз ба? Коллективтің көпшілігінің атынан келіп тұрсыздар ма, әлде қанша? Ал қандай қатынасы бар? Ол мәселе мына жерге. Не үшін түсінесіз оны? Неге айтпайсыздар? Айтыңызшы сіз деген. Не үшін айту керек бұл сізге? Міндетті бе шаңменен бізге айтуға міндетті екенін? Сіз не кәсіподақтың жұмысына араласайын деп отырсыз ба не? Мен араласайын. Онда не сұрап отырсыз? Сіз өзіңіз жұмысыңызды білесіз бірінші деген. Тыңдағаншылардың атынан сөйлей аласыздар ма? Ондай. Сол жердегі мүшелердің атынан сөйлей алады. Қанша Мен адам? тыңдаңыз. Керек осы қанша адам екен? Жандос, Неге? Мысалы біз түсінуіміз керек. Басым көпшілік па сіздің айтып тұрған әңгімеңіз, әлде көпшілік емес па? А сонда не 3 адам болса, ол жұмысшы емес па сонда? 3 адам болса жұмысшы. сол сіздің айтқыңыз келіп отқан аз болсаңдар ан жаққа барып шешіңдер, көп болсаңдар ойланайық деп айтқыңыз келіп отыр ма не? Жоқ, мен сізге енді тыңдаңыз. Міне тыңдаңыз, бес тойда тыңдаңыз, мен сізге айтайын да. Сұрақ қойдым ғой. Жақ бар да. Тыңдаңыз. Екінші жақ жайлы не істемей ақ қояйықшы, қажет жоқ. Сіз деген Неге азғантай адам бүкіл көпшіліктің мәселесін шешеді деген сұрақ? кім көпшілік? Неге азғантай мәселені адам мәселесін шешуге болмай ма не? Қазір мына жерде сізге просто сұрақ қойып отырмын. мына жерде сұрағына қалай жауап берейін? Көпшіліктің атынан келіп отырсыздар ма? көпшіліктің атынан келу керек деген бір жерде бар ма? Солай ма? соны айтыңызшы, сол не үшін қойып отырсыз ол сұрақты?
беріңізші. Основаниясын айтыңызшы, мақсатын сұрап отқан. Мақсатын айтыңызшы. Мақсатын айтыңызшы. Сұрақ қойып жатсыздар. Біз жауап беріп Я жоғын ол айтсын. сіздер өздеріңіз иә жоғын айтыңыз. Мен саған жауап беруге міндетті емеспін ол образға. Я десе, я көпшіліктің атынан Көпшіліктің атынан келіп отыр. ашық болса не сөйлеспей беріңіз. Мәселе ондай сұрақ қойып Не сіз сөйлеп отырсыз, неше адам бар, құрамдарыңыз бар. Сұрағыңыздың мәнесі Сол. жоқ, жігіттер біріншіден самосыз. Жоқ, мана сұрақ қажет жоқ. Мана сұрақтың қажеті жоқ. Кәсіподақтың ішіне кірудің қажеті жоқ. Мананың сұрақтың қажеті жоқ. Кәсіподақтың жұмысына ешкім араласа алмайды. Неге сұрап отыр? Неше адам деп? Неге сұрап отыр? Үш адам не? Адам емес па? Жұмысшы емес па? Или оның құқығын қорғау болмай ма? Ол сіздердің кәсіподақтарыңызда мен сізге айтайын. қазіргі таңда қанша Біз өкіл бар екен деп қараңыз. сұраңыз. Не үшін сұрап? Мақсат қандай? Мен сұрап отырмын. Мақсат. Өзім айттым мақсатым. Қалай ол? Жеке басының шаруасымен жүр ма не? Ұлттық Орынсыз сұрақтардың қажеті жоқ та, жігіттер. Орынсыз сұрақтың қажеті жоқ. Көпшіліктің бәрін алып келейік Астанаға. алып келейік. Бәрі адам сенді. Осы адам сұрап отыр деп алып келейік па? Сіздің сұрақ провоцировать етіп жатыр да. Провокация конкретно. Провокация апарып жатырсыз деген. Анау ма, мынау ма. Сіздердің мәселеңізді Должность айтыңызшы. Адам саны. Должность айтыңызшы. Кеше Должность. бас маман дейді. Ненің мақсаты? Ненің? Дучер. Бас маман. Департамент управления человеческими ресурсами, да? Бас мамансыз. Енді сіздің кәсіподақтың несін білгіңіз келіп отыр ма? Соң жұмыс арасында келіп отыр ма? Сіз мәселені келген проблеманы шешіңізші. Мына жерде біздер өзіңіз ғой бассейнге айтып отқан қатысы жоқ сұрақта. Қандай ашық сұрақ? Кәсіподақта қанша адам білгіңіз? Қолдау қорының орындауына қандай қатысы бар оның? Қандай мәселе? сөзді көйтпей ақ қойшы, пожалуйста. Ауылға бар деген әңгімені қоя қойыңыз сіз деген. 300 адамды алып келейік. Айтайық, шақырып жатыр жандосымды. Ашымен екеулеріңіз отырып, бір столдың басында талқылауларыңыз керек. Бас шешіп жатса? Міне, басшы алдарыңызға келіп тыңдасаңыздаршы, айтсын, таныстыра ма? Айтып отыр ғой, естіп отырсыз ғой, ауылға кеттік деп отыр ғой. Енді айтып отырмын. Неге осы жерде шешпейміз? Тыңдасаңыздаршы, сол ішкі сұрақ деп. Әріптестер. Қалай ішкі сұрақ? Қазмайғыз басшы қатысы жоқ па не? Ол компанияның ішкі сұрағы, жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы. А сіз араласпайсыз ба не оған ше? Ана заңды оқып қараңыздар. Аппарат турданы кім? Өздері істей ма, сіз наблюдатель советпен бекітіле ма? Сіз білесіз ба коллективный договордағы? Трудовой кодексті оқып қараңыз. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасында. Жұмыс беруші сіздерде кім? Жұмыс берушіні кім назначать етеді? ОКК. Кім? Директорды кім қояды? Басшысы отыр. Директорды кім қояды? Юридическое лицо. Иә. Заңда жазылған. Юридическое лицоның бірінші тұлғасы ответственный за барлық ішкі мәселелерге жауапты осы. Міне осы кісі алдарыңызға келіп отыр. Осы кісі мәселенің бәрін осы шешеді. Онда сол положение неге жазып қоймайсыз өтіп? Алдыңызда отыр. Міне сіздерге айтып отыр. Ақтауға барамыз. Мен сіздермен айттым, таныстырам дедім. Бауырым, бір нәрсе айтайықшы, кеше айттым ғой. Мен мына жерде 1 жыл жарым Сауат Мыңбаевпен переговор өткізгенмін да. Ана положение ішінде не бар екен түгел беремін да. Мына директордың андай полномочия жоқ. Ішіне шешуге да, наблюдательный советпен шешіледі деп тұр да. Сіз айтып отырсыз ғой, директор деп та. Қазір положение аппаратурадан ашып қараңызшы. Директордың полномочиясы бар ма екен соны шешуге? Ондай полномочия жоқ. Наблюдательный совет деп тұр. Наблюдательный совет кім? Қазмұнайгаз. Сіз бізге не айтып отырсыз? Біз сізге не айтып отырмыз да? Сіз айтып отырсыз, осы жерін шешіп кетейік, нюанстары бар. Мәселелер болса, Қайтып келейік пе сонда? Қазір осы жаққа қайтып келіп жүреміз ғой, Қазмұнайгазға. Осы жерін шешетінін шешіп алайық. Біздер кеше разряд сұрағанда, жігіттер білесіңдер ғой. Вакансия сұрағанда басшылар не айтты? Шынар айтты. Қасында заң кім не болсын, сол айтты, Қазмұнайгазға барамыз, дәлелдейміз, вакансия сұраймыз дейді. Ал сіз айтасыз, директор өз шешеді дейсіз. Сонда директор разряд бере ма бізге? Жоқ, сіздердің мен айтып отырмын ғой. Аяқ ішкі мәселесін мына жаққа келіп шешіп жатырсыз ғой, бүкіл вопросты. Мына бірінші басшыларыңыз отыр ғой, бірінші басшыларыңызды алдарыңызға алып келіп отырмыз. Алдарыңызда. Осы жерден шешектен де алып келіп отырсаңыз. Мен сұрағым жазып қойдым ғой. Міне разряд үшін жігіттер білесіз ғой, постоянно разряд сварщигіміз қазір 4 сварщигі алып жұмыс жасайды, алтын сварщик. Жаңағы үстіне набап қазғандай қосылады. Набап деген заңсыз, ешқандай заң түрі жоқ, еңбек кодексінде положение жоқ. Сосын жаңағы монтажниктер 4-тер 5-тің алып жұмысын жасайды. Сол кезде разряд сұрамайды да директордан шақыр. Сұрасақ қасында заңмен біз ертең осыны жазып алып, кеше комиссия құрып, өзім ішінде болдым, аралап объектті жазып, вакансия сұрайын деп Қазмұнайгазға барамыз. Сіз айтасыз, өз шеше береді.
шешпей ме мына разряд демек бұл сіздер маған кеше қойған сұрақтарыңыз бойынша сізге айтты коллективный договорды таныстыруға жоқ деп аттадыңыз ба неге таныстырмаған айтыңызшы міне алдыңызға айтыңызшы енді неге таныстырмаған сұрақ қойсаңызшы міне сіздің жұмыс айтыңызшы неге таныстырмадыңыз коллективный договормен егер ананың күшін жойған болса жаңа жоғарыда айтып ол кеше шешім шықты біз не қылдық енді міне ауылға барған соң мен таныстырамын бүгінге дейін сұрақ тұрған жоқ қой әріптестер ол не қиындығы Нұрбол қанша рет айтып мен өз жұмысшыларыма айтып жатырмын не қиындығы бар жоқ қиындығы жоқ алдыңызға әрдайым ауылда былай сөйлейсің әкеліп былай сөйлейсің ну бізді ана ережемен таныстырма деген сұрақ тұрған жоқ қой осыған дейін мынаның күші неге жойылып хорошо қазір таныстыруға мүмкіндігіңіз бар ма менің қазір жұмысқа барып таныстырамын жоқ қазір осы жерде таныстыруға мүмкіндігіңіз бар ма жоқ қазір жоқ месторождениеге барамын таныстырамын себебі мен басқа сұрақпен келдім қазір отыр ғой міне өкілі жұмысшылардың таныстырамын деп отыр ғой осы жерде таныстырсыншы осы жерде шешіп кетейік вопрос былай тұр жігіттер жоқ әңгіме танысқанда емес әңгіме коллективный договорға присоединение болып тұр да енді қараңыз не действующий коллективный договордың күшін жойып жатсыңдар да министерствомен заңмен емес ол письмомен тек письмомен заң деген ол соттың шешімі деген сөз да ол просто бір письмомен соттың шешімі бар ма мынаның күшін жою жөнінде соттың шешімі береміз енді оны әңгіме жоқ қазір жағдай оған дейінгі жағдай да қараңыз оған дейінгі жағдай айтып жатырық та давай айқай шусыз бір келісімге келейік та дайынсыз ба конкрет жауап берсін иә жоқ болды ғой дым қиындығы жоқ қой қазмұнайгаз сол үшін келіп отырық қой сол болды бұл жерде қазмұнайгаз шешпейді мен өзім как бірінші басшы қазмұнайгаз любой зат шешеді сізді алып надо будет енді айта қойшы нұреке как будто айтасыз мен сізге айтып отырмын енді ответті қабылдайсыз ба қабылдамайсыз ба айта қойшы мен заң аясында қазір ішке барғаннан кейін жұмысқа қараймын оның бәрін жолдарын осы жерден қарайды сіз қазір ойланыңыз ответіңізді айтыңыз иә или жоқ деп та ауылға барып тағы анау мынау ырың заңда сол екен өз еркіңіз оны келісесіз ба мен жұмысшыларыма значит айтып түсіндік жатырмын сіз келіспейін деп отырсыз ғой болды айтпа керек емес керек емес түсіндік қой біз шеше алмадық мерзім көтерді солай ғой жәке түсінікті жәке түсінікті ответті қабылдамай тұрсың ғой мына жерде мен түсінбеймін да бірінші жылы жұмыс шарт бірінші шартта 13-те екінші шарт бір жұмыс шарт болу керек мына жерде тыңдаңызшы қара ал енді келеді да 19-да бір жұмыс шартты күшін жойды да сонда мына бір екінші жұмыс шарт қай жақтан келеді екеуі қатар келді ма 19-ға дейін 15-те біреу күшін жояды мысалы да мына біреуінде біреу күшін жойды 15-те екінші шартпен келді ғой мысалы 11-13 15-те біреу қалу керек ал ол қалмайды 19-ға дейін келеді да 19 біреу жойылады да мынау жасап кете ма қалай соны жауап берші кім жауап береді далада охраннан сұрайын ба кімнен сұрайын мына жерде охрана бар кім жауап берді айтыңызшы ұжымдық шарт екі ұжымдық шарт жасайын ба қазір бір мекемеде ал 15-ші жылы заң шықты ма бір ұжымдық шарт жасайды деген шықты ма иә дұрыс 15-ші жылы шықты ма бір ұжымдық шарт жұмыс жасайды ал неге екеуі келеді да 19-да біреу жойылады біреу жасайды сол қалай соны жауап берші мен ұйықтай алмай жүрмін осында 19-да 15-те емес 19-да күш жойылады иә 15-те бір жұмыс шарт болу керек деп заң шығарды еңбек инспекциясы министерствода еңбек кодексі еңбек кодексі нарушениемен жасап келді ма 15 пен 19-ның арасында екі қол договормен нарушениемен жасап келді ма сол нарушениемен жасап келді ма сол кезде шара қолданбадыңыз ба қалай заңды ма заңсыз ба нарушение айтып тұр ғой нарушение ма нарушение емес па жоқ айтыңызшы мысалы сол норма еген кезде сол жаңадан келген кол договор мысалы біреу болған жоқ 11 сосын 13 жаңадан келген 13 екіншісі оның тыңда айтайын 13 білемін екеуі келеді жақсы оған дейін 15-ке келгенде біреу қалу керек біреу жүру керек түсінесіз ба 19-ға солай ма или екеуі де жасап кете ма екеуі жасап кеткенде обязательство принято екі заң тұлға мысалы өзінде обязательство алды ғой кімнен заң тұлға шартта кім профсоюзбен жұмыс беруші ма иә олар обязательство алды шарт қол қойды шартқа енді шарттың күші мысалы определенный срок болу керек қой
срок мына срок қазір срок неше жыл 15-тен қазір 24 11 жыл болды сонда срок жоқ бессрочный жүре бере ма сонда Ұжым шарттың сұрағы бессрочный ғой. Бессрочный. Ұжым шарт Сіз сол қолдап көрдіңіз ол бессрочный. енді не айтып отырсыз? Бессрочный сразу. Көрген сияқты қылып әңгіме айтып отырсыз. Ұжым шарттың бессрочный. Жоқ. Ұжым шарт бессрочный. Аспаннан түскен сияқты болып тұрсыз да. Аспаннан түскен. Енді әңгіме айтып отырсыз. Сонда қай жаққа сұрап көрмеген. Қарап алыңызшы. Сұрағы жоқ, бессрочный. Жоқ, ұжым шарттың сұрағы жоқ, бессрочный. Бессрочный. Анада сұрақ жоқ. Жоқ, болсын бессрочный. Я же не отрицаю. Сол енді 2 жыл жүре бере ма сонда 2 жұмысшы? сонда екеуі жүре бере ма соны айтшы жүре беретін Жаңа өзің айттың сұрағы біткен. біз қазір жатыр жүре беретін болса біз өзімізге ұжымдық шарт жасайық жүре бере ма жүрмей ма жоқ Жеке бұған Жеке бұған Жеке 18 жылға берді қай жылға дейін жүрмейді жоқ айтып тасташы қай жылға дейін жүрмейді Жеке бұған вопросына Қараңызшы, әңгіме қыларыз жігіттер. Ол бессрочный. Да, по 12 статье написано коллективный договор от 11 года. Коллективный договор заключен срок на 3 года и вступает в силу после прохождения очень. Қайсысы бұл? Екінші коллективный көрсеңізші, срогі қандай? Қара, алып қойыңызшы, срогі қандай көрейікші. Қараңыз, тоға тұрыңыз. Мәселе мынандай, нарушение қалай жүріп жатыр да, қараңыз. Тоға тұрыңыз, қараңыз. 15-ші жылда заң шығады. Біреу болсын деген да. 13-ші жылы. Сұрақ қандай бана 13-ші жылы коллективный договор? Айтыңызшы, сұраңызшы қазір. Кім оны? Коллективный номер açma öğretmeni жазған 2013-тен біздің коллективный номер 2 дейтін бар. Данный коллективный номер 2 дейді коллектив. Заключен сроком на 3 года дейді. С возможностью. Қараңыз, енді қараңыз. Қараңыз. Это номер 2. Жігіттер, обсуждать етейікші, қараңызшы. 3 жылдан кейін 16 жыл болды. 3 жылдан кейін 16 жыл болды. Действует коллективный договор біреу да, екеу. 19 жылға, манауы 11 жылға, бессрочный кетіп жатыр. 16 жыл анан күші жойылу керек. Неге жойылмады? 13 жылғының. Ана бессрочный. Біреу ол керек болсын ғой. Жесткий ставка. Неге? Біреу ол керек қой. Себеп қандай? Өзіңіз айтыңызшы. Бессрочный. Ол кезде 16 жыл. 16 жыл. 16 жыл қалай болды? 16 жыл қалай параллель еттіңіз 13 жылғы коллективный договорды? И здесь написано. Қара мяқты болып ана стоп код прикинь. Коллективный договор продлевается на 12 месяцев автоматически. Дұрыс. Не вступил, то есть если по истечению установленного срока действия коллективного договора ни одна из сторон не выступила инициатором, по заключению нового коллективного договора, то его действие продлевается на следующие 12 месяцев. Созылды. 17 жыл болды. 18-ге дейін. Жоқ, 1 жыл деп отырсыз ғой. 1 жыл. Жоқ, дұрыс енді айтайын. Автоматын созылды дейді, иә. Сосын тағы да инициатива болған жоқ, иә. Тағы да созылды дейді. Қалай инициатива? 1 жылға деп тұр ғой тек. 2 жыл деген сөз жоқ ана жерде. Сіз деген өтеңіз. Кім нарушение жоқ? Айтып жүрсейші, бауырым. Қай жерде нарушение болып жатыр? Значит, 13 жылғы коллективный договор нарушениемен заключать етілген. Прикинь. Значит, онда болмау керек. Значит, новый коллективный договорға отыру керек. Дұрыс па? 19-да жойылды. Жоқ, 13-ші договор. Енді 15 жыл заң шыға ма? Жоқ, біз 13-ші договор айтып жатырмыз. Иә, енді қара, 15 жыл заң шығады, да? 13-ші договор нарушениемен. Жоқ, жыл заң шыға тұршы. 15 жыл заң шығады, бір коллективный договор болады. Бірақ енді 2 коллективный договор бар да. 16 жылы коллективный договордың сроғы бітеді, 13 жылғынікі. Енді біреу болу керек қой. Біреу қалу керек. 11 жылға әлі действует. Солай ма? Хорошо, автоматически продленді айтайық, ешкім не істемегеннен 17 жыл болды. Біреу болу керек қой. Кто продлел? Неге 2 коллективный договорға жол берді? Жоқ, продлен болып тұрған жоқ қой. 1 рет қой. Ана бессрочный, бірінші договор. Жоқ, 11 жылға бессрочный. 11 жылға бессрочный. Мне 11 жыл қолында тұр. Жоқ. Сіз дополнение жоқ қой деген. Мынау деген основной дополнениесі бар ғой ананың. Бар? Ладно, созылды тек бессрочный. Ол созылған бессрочный ол. Ладно, бессрочный бол. Сіздердің коллективный договорларыңыз ликвидацияның 19-да ғой. А 19-ға дейін неге нарушение жасайды? Неге 19-да? Енді Ликвидация қашан болды?
Жана болуп атат. сіздер Жана болуп атат. Ликвидация профсоюзы қашан болды? қарашы Жоқ, 19 деп тұрған жоқ па? Неге? Оспановтың аты. 19 деп тұр қарасайшы. 19 жыл. 19 жыл? Иә, иә. Нарушили закон. Шешім қашан? 18 шыққан жоқ па? Жоқ, 19 жыл деп тұр. Қара енді. Звондаш полиция. 19 қарашы. Қара, мына жақта явный правонарушение етіп жатыр. Жосың ба, мен айлығым, соңғы айлығымды алатын кезде сотта кездестік қой. Сол кезде коллектив әлі ликвидация кеткен жоқ, профсоюз. Ол жерде трудовоймен алдыңыз. Дұрыс қой енді. Трудовой договормен. Ликвидация кеткен жоқ қой кезде, білесің ба? 18 жыл сол деген. Шешім қашан шықты? Шешім, ликвидация білесің ба қалай жасатын? Ана, ликвидационный комиссия шешім шығарғаннан кейін, шешім 19 жыл шықты. 18 жыл сот шешім шығарды. Неке, екеуміз сотта болдық қой, мен айлығымды алдым сол кезде, ең соңғы айлығымды сол жерден алдым мен. Ликвидация кетуіне байланысты. 19 жыл ликвидационный комиссия шешім шығарды деді. Бірақ оны көрген жоқпыз ғой ол комиссия. Қазмұнайгазға 18 жыл тоқтайшы. 18 жылы ликвидация деп кәсіподақты сот шешім шығарады да ликвидационный комиссия құруға ликвидационный комиссиясының жұмысы біткеннен кейін барып мына нетуге деп шешім шығады. 2019 жылы кім? Дүйсенов Шыңғыс қой да? Дүйсенов Шыңғыс 2019 жылы сотқа арыз жазады. Ликвидационный комиссия жұмысын бітірді. Оның несімен де қағаз іште бар. Осындай кредиторский задолженность бірдеңе миллион фонд төледі дейді. Хотя общественный кредит задолженность. Екінші 5 миллион спортивный сондай нелерге жұмсалды дейді. Сол қаражаттарын бүйтіп өздері істейді де сотқа жолдайды. Ликвидационный комиссия жұмысын бітірді. Соған байланысты мынаны соттың шешімін шығаруға дейді да. 19 жыл сот. Тыңда, айтып тастайын. Соттың шешімі, білмесеңіз, соттың шешімі. Ликвидационный комиссия жұмысы біткеннен кейін жұмыс мынау неті жойылады деп береді сот шешімі. Түсіндің ғой? Ликвидационный комиссия 19 жылда. Сұрақ көрейік, алып көрейік. Сұрақ көріңіз я. Жоқ, письмо жоқ болған жоқ жаңа. жылда ликвидационный комиссияның жұмысы біткеннен кейін барып 19 жылда. иә, все, болды да, ұжымдық шарттарын орындап тұр екен ғой, ой-май. Тұр. 3 жыл болды. иә, ұжымдық шарттар орындап тұр. иә, мына жақта болды, обсуждать тоқтата қойсақ па? Қазір жұмыс беруші айтып отыр ғой, екінші кәсіпорында жұмыс шарты бар. Біз сонымен жұмыс жасап отырдық дейді. Ал ол жұмыс шарты самом деле заң бойынша жоқ. Яғни мына бұрынғы 2011 жылға 18 жыл болды, 17 жыл болды мынау жасап тұр. Сол кезде мынаны жіберіп, мынаған присоединение жасап, мынау ары қарай жұмысын жалғастырып керек еді заң бойынша. Түсіндіңіздер ғой? Мен министерствоға айтып отырмын әдейі. Осы заңсыздықтарды сіздер тексерулеріңіз керек. Себебі 13 жылы екінші кәсіподақтың жасаған ұжымдық шартының 13 жылы күші, 16 жылы күші бітті. Екі жақтан инициатива ұсыныс болмағаннан кейін 1 жылға созылды. Одан кейін ары қарай ұсыныс болған жоқ та заң шығып кетті 15 жылы. Мынау жойылып қалу керек та 17 жылы мынау болды. Мына кәсіподақ, мына ұжымдық шарт ары қарай жұмысын жалғастыру керек. Міне мәселе қайда жатыр? Соны сіздер енді тексерулеріңіз керек. Мына Бауыржан өзі айтып отыр ғой. Мына ұжымдық шарттың бессрочный деп айтылатын себебі кезінде қол қойылғанда егер екі жақтың біреуіне ұсыныс болмаса бұл коллектив ұжымдық шарт ары қарай жұмысын жалғастыра береді деп жұмыс беруші. 12 жоқ. жоқ, бессрочный. Екі жақ келсе түсіндіңіз ғой? Жоқ, екі жұмыс шарты қалай жібереді біз? Қараңыздар. Енді екінші тағы бір мәселе. Екінші жоқ бізде. Сол екіншісін қараңыз. Негізі жігіттер заң жөнінде автоматически деген кезде бәрібір екі жақ қол қояды ғой, біреу қол қойып жүрмейді ғой. По-любому қол қойған адам уже заң шеңберінен шығып кетті деген сөз да. Ол деген коллективный договор бар екен біле тұра, ананы қол қоймау керек еді продление да. Айту керек. Или профсоюз қол қоя берсін, работать айту керек еді. Заң деген солай не позволяет, я не могу продлить деп айтылу керек еді да. Қол қойылады ғой, солай емес пе? Қол қойылады, қол қойылды, значит извини меня ғой. Заң бұзды деген біріншісінен басты деген сөз да. Жестко ғой, ема қазмұнайгаз попадать етіп отыр еще. Контроль жоқ деген сөз. Енді мына ұжымдық шарттың күші жоқ, мынау жойылып кетті деп айта алмайсыздар. Ол жерде министр айта берсін. Сот болсын, басқасы болсын. Себебін айтайын. Өткенде өткен айда ма әкімшілікте отырғанда мен Рошан Бауылбайқызына әдейі сұрақ қойдым. Сіздер болдыңыздар. Сіздерге жұмыс беруші мына 11 жылы коллектив ұжымдық шарттың күшін жойған туралы хат жібердім, ана мониторингтен алып тастаңдар деп. Жіберген жоқ. Мүмкін қазір жіберіп жатқан шығар, жіберсе де. Уже заңсыз ол жіберу. Себебі ана екінші кәсіподақ ұжымдық шарттың қазір
заңды ешқандай күші жоқ, яғни ол жоқ, 17 жылы нетіп кеткен, мынау қалды. Енді мынаны кім Сарбасов айтты 19 жылы бұның күшін жойды деп сіздер айта алмайсыздар. Бұл министерствода айтады. Себебі заңға қайшы әрекет жасаған боласыздар. Түсіндіңіздер ме? Мәселе қайда жатырғанын. Оған дейін жұмыс беруші, жұмысшылардың басын айналдырып, ана өтірігіменен, мына өтірігіменен біз түсінер едік, ана қайтадан екінші кәсіподақтың 17 жылы. Бір жыл сұрап жасайық. Доп соглашение жасаймыз ба? Ұзақтап сұрау керек. Ондайда хат жоқ, ол зат әрекет жасалмаған. Яғни заң бойынша ол күшін жойып кетті. Сіздердің доп соглашенияларыңыз закон изменениясына дейін жасалынған ғой. Сіздердің доп соглашенияларыңыз заң өзгеріс енбеген дейін. Заң өзгеріс енген күні 23 ноябрь, а сіздердің доп соглашенияларыңыз 3 ноябрь, сосын 11 октябрьмен жасалынған. Жақсы, енді заңда. Ал енді созылды ма? Созылды. Ликвидацияға дейін созылды. Ликвидациямен заңның соттың шешімі шықты ма ликвидация жөнінде? Шықты. Автоматом сіздердің ұжымдық шарт ұжымдық шарттарыңыз автоматом сосын өзінің ісін тоқтатты. Қай кезде? Ликвидацияға дейін. Енді оған дейін ананың күші жойылып отыр ғой. Манағы ана 10 жылы қайда? 15 жылы заң шығады, бір коллективный договор болу керек деп та. Манағы енді 23 ноябрьде шығады. Сіздердің соглашенияларыңыз 23 ноябрьге дейін. Қай жылдың айтыңызшы? Қай жылдың? 2015 жыл. Ал енді заң өзгеріс енбеге дейін. Ол пункт өзгерген жоқ қой, ұжымдық шарт жөнінде. Сіз оны білесіз. Түсінбедім, қалай дедіңіз? Мен айтып отырмын, сіздер айтып отырсыздар. Заң өзгеріс енгеннен кейін доп соглашение жасадық деп отырсыздар, иә? Дұрыс па? Өзгергеннен кейін деген жоқпыз, өзгергенге дейін. Міне, екі соглашенияларыңыз тұр. Дұрыс па? Иә. Жасадыңыздар. Сосын бұл ұжымдық шарттарың жұмыс жасап тұр. Дұрыс па? Сосын ликвидация жасалды, ликвидациядан кейін ұжымдық шарттарыңызды ісін жойды. Дұрыс па? Жоқ, ликвидацияға деген ананың күші жойылып тұр ғой, 13 жыл коллективінде болды. Ол да созылды ғой? Қай жылы? 15 жылы заң шығады, бір коллективный договор болу керек та. 19 жылы мана ликвидация болды деп отырсыз ғой. Оған дейін ана ненің күші бітіп қалды коллективный договорында. Работодатель уже не имел права екінші рет продлить его да. Өйткені заң требует только біреу болу керек деп та. Ол енді қайсысын қарайды? Действующийді қарайды да. 11 жылғы бессрочный болғаннан кейін сол кете береді да, а мына срок біткеннен кейін тоқтау керек еді да. Кім нарушение жасап жатыр? Жұмыс беруші. Нарушением заключен екінші коллективный договор. Значит, автоматически күшін жою керек та, 11 қалу керек. Сіз юрист ретінде нарушение жүргенсіз да, директорды айтпай, осындай заключать етуге болмайды, өйткені бір коллективный договор болады деп, сіздің кінәңіз мына жерде, конкретно как юридический отделдің юрист ретінде да, сіз айтуыңыз керек еді. Мынаны біз екінші рет продлевать ете алмаймыз, өйткені действующий коллективный договор бар деп айту керек еді сол кезде, 17 жылы. Себебі нарушение юристтерден болып тұр ғой мына жерде. Жұмыс берушінің заң аясында жұмыс жасау үшін юридический отдел болады. Сол юридический отделі де бөлімшесі де заңдылығын барлық биыл мысалы не приказ беру мүмкін директорда. Кім Нұржан сен ең көрсің, ана адамды жұмыстан шығар деді да. Мысалға қарапайым мысалға бұл адам директор айтты деген сразу бүйтпейді жұмыстан шығарып тастамайды ғой. Ол заңды қарайды. Қандай основа негіз бар бұна шығара алатындай экзамен тапсырамын алдында сондайларын қарап кез келген директордың іс әрекетін заңдастырып беретін отдел емес пе, да? Сол отделдің заң бұзып отыр. Юридический отделдің өзі заң бұзып қазіргі уақытқа дейін келді, жаңашылып отыр ғой. Оған кінәлі юридический отдел. Мына директор жағына келген жігіт біз оны білмейді. Бұл кісіге айтты, екінші кәсіподақтың ұжымдық шартымен жүріп дейді. А на самом деле екінші кәсіподақтың ұжымдық шарты күші 17 жыл жойылып кеткен да. Ол жөнінде юристтер қарамаған. Солай ғой Нұржан. Екінші кәсіподақтың ұжымдық шартымен жүріп, екінші кәсіподақ. Заңмен сіз қарасаңыз, заңды көк түйір екінші кәсіподақтың күші жоқ. Ұжымдық шартының күші жоқ вообще. 17 жыл жойылып кеткен. 17-тен бері ғана 7 жыл болды да қазір. Ойлап қараңыз, 7 жыл бойы енді мынаны күшін жойдық дейді 19 жылы. Оны кеше жұмысшылар кәсіподағын ашып, сол кезде біз осы 2011 жылғы ұжымдық шартқа біз қосыламыз дегенде барып, мынаны ұмытып кеткен болып тұр ғой анау жігіт. Бұның күші 19 жылға дейін болған затты енді не инспекция, еңбек инспекциясына хатпенен 19 жыл осындай шешімге ұжымдағы кәсіподақтың жойылуына мына ұжымдық шарт күшін жойды деп
монитор алдырып та тастамаған, ол әлі күнге дейін тұр, кешеге дейін тұр, енді алып жатқан шарматын алып жатса да, оның өзі заңсыз әрекет. Түсіндіңіздер ғой? Мәселе қайда жатыр? Дау қайда туындаған? Яғни осы даудың бәрін туғызып отырған жұмыс беруші. Соның ішінде юридический отдел жұмыс жасамағаны, заңсыз әрекет немесе заңсыз қасақана жұмыс жасаған қырсынан қазір жұмыс берушінің жұмыстарының арасында осындай дау туындап тұрды. Енді сіздердің міндеттеріңіз министрліктің мына еңбек кодексін, кәсіподақ кодекстерінің бәрінің жұмыс жасауын қадағалайтын орган есебінде осыған тергеу жүргізесіздер ме, қандай да бір заңды шара қолдануға міндеттісіздер. Ол сіздердің міндеттеріңіз жатады. Келісеміз ғой? Қараңыз, не етіңіз? Анау екінші полда қараңыз, екінші полда қараңыз да. Еңбек инспекциясының өзі 17 жылы ананың күші біткен, әлі дейін оларға қарамағанда. Себебі оларда Жеке. Бар. Қазмұнайгазда қатысып мына Қазмұнайгаздың басшысы болды ма? неге соны былай айтқанда Контроль. Қайда контроль? Долларыңа контроллеріңіз қайда? объекті кезінде жасалғанына бәрі жасалған деді ғой. Неге салмайды? Қаралмайды. Омбудсмен Сол ғой мен тапсырдым жігіттер, мына екі ұжымдық шарт неге мынандай болады деген. 15 жыл келеді да, біреу қалу керек, біреу кету керек. А бұларда екеу келеді да, 11 жылыншы ликвидация дейді, 11-ді алып тастайды да, 13 бер дейді. Қалай 15-те сені тоқтатып отыр, ГАИ да сені. Екі мәшін болып келесің, міне, ГАИ тоқтап, біреуін өтуің керек. Сіз өткізіп мынаны алып қалады. Негізі, бірақ екеуін өтіп кетесіздер. Қалай өткізіп жүрді сол әңгіме, қалай өткізіп жүрді? Ар жақтан тапсырма беріп тұр. Екеу өтпеу керек деген. Еще хаттарды ашиш, анау Оспанқұловтың хаттары қарау. Не болса оны жазғанда еще олар подтверждать етті, что мынау қалсын деп та. Считаю дейді еще. Бірақ не болса оны айтып отыр да барлығы. Мәселе қараңыздар. Еңбек инспекциясына, еңбек министрлігіне берген жалған ақпараттарына сүйене отырып, министрлікте шығарады өзінің жаңағыдай шешімін, қандай да бір еңбек инспекциясы шығарады. Яғни мемлекеттік органдарды жұмыс беруші заблуждение жіберген да. Өтірік ақпаратпен, жалған ақпаратпен өздерінікін дұрыс қылды да, бірақ ол жөнінде ешқандай дәйек, дәлел бермеген. Екінші хатын дұрыс жазған болып тұр, түсінген болып тұр, екіншісі бар ғой. Мына коллективный договор қалады деді ғой, сол ол шарт кеткен болып тұр ғой. Дұрыс жазған. Қазіргі таңда ертеңгі күні қандай да бір мәселе туындаған кезде кім кінәлі? Жұмыс беруші кінәлі. Жұмысшы. Солай ғой. Осыны тексеру керек сізде. Біз жаңа біліп отырып, 2024 жыл, сонда 2017 жылдан бері қарай 7 жыл жұмыс беруші, еңбек инспекциясын, еңбек министрлігін, Қазмұнайгаз білмейме, оны білетіндей шығар. Жалған ақпарат береді, хабарландыра отырып, заңсыз жұмыс жасап келген. Ұжымдық шартты заңсыз жұмыс жасаған. Яғни жоқ, ұжымдық шартты бар қылып жұмыс жасаған. Бүгінде Сөйке анан айтып жүрші, разъяснение сұрайды Сарбас. Сол кезде кім береді разъяснение? Айтпақшы, қай жылға сіздерге Атшыбаевтың атынан жазған Сарбасовқа письма бар ғой? Министерство сіздерге жігіттер сіздерге. Кеше айттық қой. Осы хатты алдырыңыздар. Кеше айттық қой, Оспанқұловқа келем деді ғой. Ертең алып берем деп отыр. Кеше кім болды қасында? Бір қыз бала. Комитет төрағасына айттық қой, қыз бала жазып алды, 2 хатқа жауап жазған жатты. Атшыбаевтың атынан хат берді да, осындай кәсіподақтың жұмыс тоқтатуына байланысты мына ұжымдық шарттың күшін жоюға. Яғни ода жалған ақпарат болды. Ол хат 19 жыл жазылады да. 19-да. Заключительный 19, иә. 19-да. Заключительный 19. Сіз жазасыз ғой 19-да. Сан жауап келеді сосын. Министрге заң 21-де жауап келеді. Сіз 19-да бұл кісі жазады. 24 декабрь 2018 жылы ана кәсіподақтың ұжымдық шартты күші жойылғаннан кейін 1 жылдан кейін жалған ақпарат беріп, мына ұжымдық шартты күші жойдыруға әрекет жасайды да, Сарбасов оны түсінбейді де, мына кеше Тузын айтқандай, өз шығармайды, қасында отдел бар, солармен қарап отырып, заңға сүйене отырып шығарады дейді. Бүкіл министрліктаны жалған шешім шығаруға итермелеген.
Кім кім? Атшабаевты атымен келіп тұрады, есімі яғни. Қарайма преступлениенің арты қалай ашылады. Қандай қылмыс жатыр бұл жерде? Жаңағы ұсынысыңызды естідім. Мен заңдылығын заң аясында деп отырсыз ғой, жаңа заң аясында қарап офиске барғасын орынбасарлармен ақылдасып көруге дайынмын. Қарайын. Жауабын беремін. Қазір бере алмайсыз. Қазір комментарийда ештеңе де айта алмаймын. Жоқ, керек емес кім, Жаке. Біз мына жерде мына әңгімеге қайтып келмейміз. Біз жаңа көріп отырсыз ғой. 11-ші жылы ұжымдық шарт әлі күшінде. 13-тегі күші жойылған. Мына жерде хатымызда да бар. 16-ға дейін созылған. 16-тан 17-ге дейін. 18-де ликвидация профсоюз болады. Бір сөз айналып бардық та. Сол жерде 13-тегі ұжымдық шарт күші жойылып кеткен. 11 әлі жасапты. Сондықтан мына жігіттердің қарамынан бәріміз осы жерде отыратын айтайық, отырмаймыз ба? Мына әңгімеге қайтып келмейміз. Бұл жаңа ұжымдық шартқа. Ақиқи осы жерде айтайық жігіттер. Ал отырмасаңдар, біз министр тұрғанмен мана 11 деген қайтып алып келуге жұмыстанамыз. Солай ма жігіттер? Ерке, жалпы сіздің қазір жұмысыңыз қандай? Қандай немен айналысасыз? Қандай беріп жатқан жоқпын, сосын жоқ, соның басында отырсыз ғой? Жоқ, осы жерде айта алмаймын. Жоқ, қазір осы жерде керек болып тұр. Сіз қатысып отырсыз, ситуацияны көріп отырсыз да? Омбудсменсіз ғой да? Кім жауап берді ғой енді, басшы. Омбудсменсіз ғой да? Осы орынбасармен ақылдасып, қазір бір шешімге келеді. Олар былай тұра берсінші, сізден сұрап отырмын да? Бұл көріп отырсыз ситуацияны да? Өтініш бар да? Қазір Мырзағалиев мырзаға барып айтыңызшы, кездесу сұрап жатыр, осы жерде жұмысшылар келіп депті. Осындай даулы жағдай туындап тұр. Ешқандай решение приниматься етілмей жатыр. Сол себептен кездесе ала ма, кездесе алмай ма, қазір осы жерде тұрған кезде мәселені шешіп кетуге депті. Ауылға барып ушықтырмау үшін да. Сондай бір ұсыныс түсіп жатыр сізге де. Соны барып бір сәлемдемемен жеткізсеңіз, жауабын айтып берсінші, кездесе ала ма, кездесе алмай ма осы мәселені шешуге. Міне басқарманың екі басшысы отыр сол. Басқарма басшысы біздің түсіндік қой, бізге ұнап отқан жоқ оның әңгімесі да. Жоқ, сіз как омбудсмен ретінде. Енді жаңа сізден ұсыныс сіз бермекесіз. Жоқ, ол адамның жаңа жауап алдыңдар ғой. Позициясы заңға қайшы болып жатыр да. Нұрболдан жауап алып жатсың ғой. Жоқ, Нұрболдан ол ауылдан заң алдық. Біз қазір Қазмайгазға келіп жатырмыз. Естіп, орынбасармен сөйлесіп ақылдасып. Ереке, сіз мына жерге просто кездесуге келген жоқсыз ғой, мысалға да. Біреулер папарацци еткеннен кейін келіп отырсыз ғой, былай айтқанда да. Просто осы жердің өзіміз шешпекші. Қазір біреулерді папарацци етіп жүрмей ақ қояйық деп отқаным ғой. Мен сізден сұрап отырмын да. Мырзағалиев мырзаға хабар жетіңізші, кездескісі келіп тұр деп та жұмысшылар. Осы мәселені, даулы мәселені осы жерден шешіп кетуге. Қайталап айтамын, сіздермен әділі Қазмұнайгаз. Айтпайсыз ғой да? Ұсыныс просто бізден. Айтасыз ба, айтпайсыз просто? Мен білмеймін қазір офис қай жер. Жоқ, енді бар, секретары бар, замы бар, айта аласыз ғой, осындай келіп сұрап тұр, бір ауыз сөз ғой. Сізден официально сұрап жатыр да, осындай. Мына мәселелерді шеше алмай тұр да, астындағы подчиненныйларды. Жаңа айтып жатыр ғой, анау ар жағында білесіз. Мағдалер естіп шешуге келіп жатыр жаңа. Шешім жоқ қой, көрдіңіз ғой да? Ереке. Шешім бар, айтылды. Қандай шешім? Мен басшы айтылды. Ол манағындай ғой, қошқардың беліндегі нәрсе дейді ғой, түсінесіз ба? Ол қазір көрерміз деген әңгіме ғой, ол жерде қалай болатын, не болатын. Біз департамент тұрда кездескенде мына адаммен, ол айтты, мен мына адаммен жұмыс жасап жатырмын деді да. Мен өзім жұмыс жасаймын, мен сізді танымаймын деді да. Мен мына адаммен жұмыс жасап жатырмын, сөз. Мен хорошо дедім. Жанболатқа звондадым, жұмыс жасап жатыр екен дедім. Бүгін май айы болды, әлі жүрген жоқ та. Жұмыс жасап жатқанын көріп отқан жоқпыз да. Қалай жұмыс жасап жатыр, не істеп жатыр? Баяғыда шешпейтін мәселе еді да. Дауға шақырмайды мына жаққа да. Сол үшін жауап қашан бересің, ақылдасың. Точно айта алмай отыр, ауылға барғасын дейді ол. Қазір срок айта алмаймын, бір күнде, екі күнде. Рахмет жігіттер. Мәселені шешпегендерің үшін. Мына енді біз ұжымдық шарттың күшін жойып дейді ғой. Жойылған. 11-де 5 ұжымдық шартты орында деп хаттама жазғанбыз инспекцияға. Біз сол кезде ғана білдік та жойылған. Осы 24-те. Оған дейін біз білмейміз. Осыған дейін. Енді келіп жаңағындай ертең күні мынау ұйыстой ұқсап, айқай ұрып, туылтай жағын тұратын болса, сізден алдарынан өттік. Ұйыстой ұқсап, сонда администрация президент шешу керек па? Или сіздердің қауқарлығың жоқ па? Шеше аласыңдар ма, шеше алмайсыңдар ма? Әңгіме сода, Бақытжан. Кеше айтқан әңгімеңді бүгін айтқан жоқпын. Кеше біз екінші профсоюз ұжымдық шартты сұрадық. Директор сұраған жоқпыз. Директордың алдынан өттік. Әкімнің алдынан өттік. Инспекцияда өттік, жігіттер солай. Енді Қазмұнайгаз дегенсің, мына еншілес мекеме ОКК жекеменшік болса, ұйыстой болса, біз келмесек, Қазмұнайгаз біз үстіміздегі асырап отырып қалсын келіп отыр.
табысың кетіп отқасын. Енді келіп сіздер былай дейсіздер, былай дейсіздер. Біз конкретно бір жақ сөйлейді ер азамат құсап. Екі сөйлемейді. Аузынан бүгін естідім ғой. Не айтты? Не айтты? Ештеңе айтқан жоқ. Айтшы, не айтты? Бірге қайталаңызшы. Мына кісілердің талабы кешегі. 2013 жылғы ұжымдық шартпен таныстыра ма, таныстырмай ма деген. Ол уже бітті, ол керек емес. Незаконно ғой. Ол күші жойылып кетті ұжымдық шарт дейді. В чем проблема? Айтып отқан таныстырып, незаконно қыз Мұны әңгімеге, новый ұжымдық шартқа жігіттердің тапсырмасы бар. Қазір осы жерде қол қойып протоколмен келіспесеңдер, мына әңгімеге қайтып келмейміз, новыйға. 11-мен кете береміз дейді. Сіз түсініңізші, сіз Аляққа барып, Ақтауға барып айтады, Қызылордаға айтады деген, Қаламқасқа айтады деген әңгімеге емес. Бізге осы жерде протоколмен екі жақты қол қойып, новыйға отырайық, сізге келісім беріп отыр. Жаңа біз 11-ді қақшиып ұстап алып, жібермей, жақсы алған ештеңеміз жоқ, келісімге келеміз диалогқа. Новыйға келсеңіз жүр, өздеріне жеңіп отыр. А сіздер кейін анау деп футбол дейді отсыздар. А выставил не болды, ал төрт ай жарым. Төрт ай жарым не болды, айтшы. Выставил не болды, төрт ай жарым істедіңдер. Кім келмеді? Хасанов келді, анау келді, Мағзұмнан басқасының бәрі келді ол. Солай ғой. А шешті ма? қарастырмайым деп Шешті ма? Жоқ, шешті ма, айтшы. Қарастырмай емес. Бізге осы жерде протоколмен екі жақты қол қойып, келісеміз, келіспейсіңдер ма? Дәл осы жерде келіспей кетеміз. Соны айтшы бізге, болды. Сізге келіп отыр. Директорден өтіп келдік басынан. Мына жерге келіп отыр, мына жерге. Жарайды, рахмет жігіттер. Онда жаңа жүрді бар. Таки салаға.